Құрметті достар, мына Асекеңнің туған күнінде отырмыз. Жаңа Атлант бауырымыз дос сөйлегенде өзінің құдаларын жаңа жақсы бізбен таныстырып жатыр, өздерін таниды екенсіздер. Сондықтан Есімғали құда, Айгүл құдағи, мына өлеңді өздеріңізге арнаймын, қабыл алыңыздар. Қазақтың шежіресі дейді. Авторын айтпасам болмайды. Қазақтың маңдайға сыймай кеткен жас ақыны Оразай Досбосын деген білесіздер, сол кісімен Бақыт Беделхан деген екі бауырымның шығарған өлеңдері. Қабыл алыңыздар. Ұлы жүзге барсаң қорған болсын, орта жүзге барсаң қормал болсын, кіші жүзге барсаң жорған болсын, төременен төлеңгітке барсаң олжаң болсын, қожаменен сонаққа барсаң қасыңда білімді молдаң болсын деп мына діндалық деген төрт тілді айтып жатырмыз. Ұлы жүзден бастайын. Қазақ болса жалайыр болсын, айналасы толған ағайын болсын, сол ағайын қызығымен арайын болсын. Қазақ болса сары үйсін болсын, алы үйсінді бүкіл алаш танитын болсын. Қазақ болса қанлы болсын, ханның алдында да арлы болсын, айтқан сөзі нәрлі болсын, абырой беделі мәңгі болсын. Қазақ болса сіргелі болсын, бүкіл жұрты іргелі болсын. Қазақ болса шаншқылы болсын, мен деген намысты ұлы болсын. Қазақ болса ошақты болсын, жігіттер жасақты, найзалар шашақты болсын. Қазақ болса ысты болсын, Алатаудай күшті болсын, Қонаевтай жүрегі түкті болсын. Қазақ болса шапырашты болсын, алты құрлықпен бірдей қатынасты болсын. Қазақ болса албан болсын, алты алашқа арман болсын. Азаматтар жер тарпыған тартқан болсын, рухы хан тәңірдей заңғар болсын. Қазақ болса суан болсын, шыңға біткен шынар болсын, сол биікке жұрттың бәрі құмар болсын. Қазақ болса дулат болсын, айналасы жұмақ болсын, балалар бір-бір жанған шырақ болсын. Бәйдібек бабамның қара шаңырағына Құдай қуат берсін деп, қара шаңырағы дулаттар жасасын деп қояйын. Енді алтата орта жүз батыр еле берейік. Қазақ болса арғын болсын, ақыл білімге алғыр болсын, салған жолы даңғыл болсын. Қазақ болса найман болсын, қанатын кеңге жайған болсын. Жарты әлемді жайлап жатқан наймандардай қайдан болсын. Қазақ болса керей болсын, қолтығымыздан демей берсін. Шыңғыс ханның өзін шырылдатқан Тоғорыл хандай мерей берсін. Қазақ болса Қыпшақ болсын, мықтымын деген жағасынан барып ұстап көрсін. Қазақ болса Қоңырат болсын, барған жер бір-бір шаңырақ болсын. Шыңғыс ханның нағашысын жаман дегендер қаңырап қалсын. Қазақ болса уақ болсын, айналасы толған шуақ болсын. Елімізде еңді нағыз батыр ел, үш атадан тарайтын 25 ата кіші жүзім бар. Қазақ болса алшын болсын, қолында күміс қамшың болсын. Қазақ болса әлім болсын, алты алашқа мәлім болсын, әлім төріңде отырғанда күт алатын әлің болсын. Қазақ болса 12 ата байылы болсын, ел жұртына қайыры пайымы болсын. Қазақ болса 7 ата жетіру болсын, ұрпағы өліп өсіп арманы жетілу болсын. Қазақ болса табын болсын, жүрегі от жалын болсын. Қазақ болса тамы болсын, тама болсын, шама болсын. Қазақ болса жағал байлы болсын, жігіттер жағдайлы байлы болсын. Қазақ болса шекті болсын, қыздары қыз жібектей текті болсын. Қазақ болса жаппас болсын, жаратқан өз соған жақпас болсын. Қазақ болса беріш болсын, жүрген жері өріс болсын. Бәрін айтты, бірін айт қысқартайын. Қазақ болса адай болсын, но адайлардан абай болсын. Өйткені адай деген батыр халық, алты алашты алақанына салған қазақ деген ақын халық. Мейлі қазақ болсын, азақ болсын, ең бастысы болашағы ғажап болсын. Ұйыған ұлты болсын, асқақтаған рухы болсын, 18 мың қаламның құпиясын ашатын кілті болсын. Қанғасыптың дегенің бәр түркі болсын, сол түркі түгел қазақтың жұрты болсын. Түркі қазақтың жұрты болса, отырған 300 мың қазағым бір оянып сілкінесін деп жасасын қазағымның ұрпағы деп өзімізге өзіміз қошемет.